Соңғы жылдары әлеуметтік желілерге өстігім шектен шығып кетті. Күні-түні көзімді телефоннан ала алмай, мән-мағынасыз дүниелерді қарап, қымбат уақытымды рәсуа еттім. Ақырында бұл әдеттің зиянын байқай бастадым. Менталдық тұрғыдан әлсіреп, жан дүниемде тыныштық жола түсті. Өмірімде арқа сүйер рухани тірегім қалмағандай күй кештім. Осындай сәттерде өзімді тоқтатуға шамам жетпей, бойымнан ерік жігер таба алмадым. Бұл күйден әбден қажыдым. Бір күні осыны доғарам деп бекінгеніммен, нақты неден бастау керегін, қалай әрекет ету қажет екенін білмедім. Бір жолы YouTube қарап отырып, бір философтың айтқан ойы арқылы психолог Виктор Франклдың мынадай бір терең идеясымен таныстым. Адамзат өмірдің мәнін таппағанда, рақат көрумен алданып қалады. Адам баласы мәннің бар екенін сезбесе, рақатты жан ауруын уақытша басатын дәреге айналдырады. Осы сөздің мәніне терең үңіліп, біраз толғанып, ақыры бір тұжырымға келдім. Өмірімде өзімдікі деп жүрген мақсаттарым шын мәнінде менікі емес боп шықты. Олар қоғамның, орта әсерінің ықпалымен санамның тереңіне сіңіп кеткен бөгде идеялар екен. Жаным қабылдай алмайтын, жүрек қалаумен мүлде үйлеспейтін нәрселерге ұмтылып жүріппін. Ақыры жаным мұндай қайшылықтан қажып, өзімді жұбату үшін сырттай мағынасыз, бірақ санамды уақытша тыныштандыратын әрекеттерге жүгінгенімді ұқтым. Мен көп уақытымды бастықтар мен әріптестердің армандарын жүзеге асыруға жұмсаппын. Сол жолда бар күш-қуатым сарқылып, ішкі энергиям таусылғанын кеш ұқтым. Жан дүнием үшін компанияның нарықтағы беделі де, бизнес метрикаларының өсуі де жат әрі мағынасыз дүниелер еді. Олар менің жүрек қалауымен үндескен жоқ. Бұл заманда пайдаң тимесе, біреуге табыс әкелмесең, сол сәтте-ақ сені керек емеске шығаратын қатыгез ортада мен маңызды бір шешімге келдім. Енді өзімді, жанымды және ішкі құндылықтарымды таңдауға бекіндім. Біреудің мақұлдауын күтпей, дүниенің соңынан қалмай жүгіруді доғарып, ең әуелі жанымды аман алып шығу керектігін түсіндім. Сол сәтте әр адамның пешенесіне жазылған рухани борышымды ақтауға бекіндім.